сендер өскенде кім болған келеді? Парижда. Мұхаммед, сенше кім болғың келеді? Полиция. Айсұлтан кім болғың келеді? Үлкен болған кезде. Көрші. Кім Талғар айта қош? Мен үстінде Парижда орам. Неге полиция болғың келеді? Парижданын болмасты оңайды. О әдімі поманы жиі барып, бәрін бұшық болмаға үлетемін. Сенше, Амирхан? Мен өскендесе полиция болам. Не үшін полиция болғың келеді, Амирхан? Бұзық қалдады қалмайым. Жарайсыңдар балалар. Шынында полицей болғысы келген балалардың саны өте көп. Бұл Қазақстан полициясының 30 жылда жеткен ең үлкен жетістігі дер едік. Яғни келешек ұрпақ тәртіп сақшысын өзіне үлгі етсе, елді қорғаймын деп өсіп өнсе, патриот болса, еліміз үшін бұдан асқан бақыт жоқ емес пе? Осы тұста Түркістан облысының полицейлері атқарған абыройлы қызметтер жайлы жылдармен сөйлессек. Еңсемізді көтеріп егемен ел атандық, тәуелсіздікке қол жеткіздік. Ал тәуелсіздік тұрақтап, бейбіт өмір сүру үшін тәртіп сақшылары күндіз-түні қызмет атқарады. Сөзімізге дәлел атышулы қылмыстарды ұйымдастырып, жұртты үрейлендірген қандықол қылмыскерлердің құрықталуы. Тәжірибелі полицейлердің 5 жыл бойы жіті жоспарлаған операциясы барысында оңтүстік Қазақстан облысындағы кәсіпкерлердің қорқынышына айналған қарақшылық топ ұсталды. Топтың басшысы Тайсон, олар адам өлтіру, бопсалау, тонау, ұрлау секілді қылмыстарды тоқтаусыз жасап келген. Көріпкел әйелді өлтірген қылмыскер ұсталды. Оған қоса қылмыскерді жалдаған кәсіпкер де құрықталып үлгерді. Осылайша күндіз-түні тынымсыз жұмыстың арқасында әділдік орнап, кінәлілер жазасын алды. Құлқынын ақша тесіп, мың түрлі ұсақ-түйек заттарын сататын дүкеннің иесі мен баласын азаптап аяусыз өлтірген. Онымен қоймай, кәсіпкердің жары мен қызын қорлаған 6 бірдей қандықол қылмыскер түрмеге тоғытылды. Бертін келе Арыс қаласында тұрғындардың зейнетақысы мен жәрдемақыларын жымқырып, 2 бірдей инкассаторды мерт еткен пошта қызметкерінің қолға түсуі, бірнеше жыл бойы жалған құжаттар жасап, балықты заңсыз аулап, шетелдерге жөнелтіп, мемлекетке тонналап шығын келтірген ұйымдасқан қылмыстық топтың ұсталуы, қарапайым халықты қанап, миллиардтаған соманы қалтасына басқан қаржы пирамидасы жетекшілерінің әшкереленуі, киелі өңір сақшыларының табанды еңбегінің нәтижесі. Тұрғындардың амандығы мен тыныштығын мақсат еткен тәртіп сақшылары қызметкерлерді құрықтаумен қатар, қандай да бір орын алған келеңсіз төтенше жағдайларда олардың жанынан табыла біледі. Мәселен, полицейлер Кентау қаласынан 3 бірдей пәтер кентінен тілсіз жау өртке оранған сәтте бірнеше отбасын құтқарып қалды. Тәртіп сақшыларының шұғыл әрекет арқасында сол күні 8 адамның өмірі сақталды. Бірден көмекке ұмтылған полицейлер ең бастысы халықты қауіпсіз жерге шығаруды ойлады. Есіктерді бұзып пәтер іштеріне кірді. Балашаға қариялар мен өзге де тұрғындарға көмек көрсетті. Өзгенің өмірін қорғап қалу үшін отқа түсуге дайын сақшыларға халық алғысын жаудырды. Сондықтан баянды өмірдің қадірін біліп, бір-бірімізді қолдаған артық етпейді. Иә, батырдың жүрегі де, білегі де мықты. Өлім аузында қалған адамды құтқарып, халыққа көмек керек сәтте жанын тәуекелге тіккендер тиісті алғыстарын алды. Мадақ марапатқа ие болды, абыройлары асты. Ержүректілігімен денесіне 18 оқ атылса да аман қалып, ақыры қылмыскерді құрықтаған Оспанғазы Жанқожаев бүкіл ел бойынша полицейлердің ішінде алғаш рет елбасының қолынан ерлігі үшін марапатын алған қызметкер. Жаңа Қазақстанда алдымен сол полиция қызметкерлерінен басталады, өйткені жәбір көрген адам соған келеді. Солар дұрыс шешсе заң саласында, олар ары қарай бармайды. Мен ырзамын өміріме, осылай жүргеніме. Себебі мен қызметті өте жақсы көрдім, жұмысымды өте жақсы көрдім. Ғашық болды дейді біреу айтады. Сол айтпақшы, мен үшін жұмыс, қызмет, праздникке, мейрамға барғандай болды. Адамның адамға жасаған жақсылығы, көмегі, ризашылық білдіруі, істеген ісіне жоғарғы баға беруі, алғыс болса, ол Түркістан полицейлерінің әрдайым жанында.
Спасибо вам. Рахмет. Полиция қызметкерлеріне рахмет айтамын. Салысқан облыстық ішкі істер департаментінің қызметкерлері, аудандық ішкі істер департаментінің қызметкерлері күндіз түні қызмет қылып жатыр. Сол жігіттерге рахмет. О жақтан bu жақтан балға аулап басқа бір пайда көш келгендердің бәріне тосқауыл болып бізге қорған болып жатыр. Рахмет. Başlardı dastırdım. Oğul mutlu. Poliçalar жақсы адамдар. Beni kum çişiydi. Oğul parin demişti çet. Оңтүстік Қазақстаннан жаңа Түркістанға көшіп келген департамент өз мақсатынан айныған жоқ. Қасиетті өлкеде қылмыс санын азайту, қылмыскерлерді құрықтап, тұрғындардың тыныштығын күзетуде тер төгуде. Батыр жауда сыналады, дана дауда сыналады дейді халқымыз. Жаңа қоныста да тәуелсіз елдің сақшыларын сынақтар күтіп тұрды. Арыстағы алапат жарыс. Мақтааралдағы су тасқыны. Облыс орталығы Түркістандағы қонақ үй өрті. Әлемді жайлаған індет. Қаңтардағы қақтығыс. Түркістан облысы полиция департаментінің бастығы полиция генерал-майоры Мұрат Қабденовтың тапсырмасымен мал ұрлығына тосқауыл қойып, профилактикалық жұмысты күшейту мақсатында ауқымды шаралар атқарылуда. Соның нәтижесінде 14 жайт мал ұрлығына қатысы бар қылмыстық топ құрықталды. Ұсталған 7 күдікті жәбірленушілерге 10 миллион теңгеден жоғары шығын келтірген. Генерал Мұрат Қабденов пәтер ұрлығы бойынша да жұмысты жандандыруда. Мәселен, криминалдық полиция басқармасының қызметкерлері арнайы техникалық құралдарды пайдалана отырып жүргізілген жедел іздестіру іс-шарасы кезінде Түркістан облысының бірнеше ауданында 70-ке тарта үйге ұрлыққа түсіп, тек алтын мен ақша ұрлап, оны ломбардтарға өткізген ерлі-зайыптылар мен олардың туыстарынан құралған қылмыстық топты ұстады. Киелі өңір сақшылары есірткі қылмысына тосқауыл қою мақсатында кең көлемде қызмет етуде. Мәселен, 2022 жылдың 5 айында есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері 185 дерек пен 120 есірткі теріс қылықтарын анықтады. Ғаламтор желісінде есірткіні насихаттайтын құқыққа қарсы контентті анықтау және мониторинг жұмыстарын жүргізу кезінде 143 сайтқа шектеу қойылды. Оған қоса ірі көлемде есірткі еккен сарыағаштық тұрғын ұсталды. Жедел уәкілдер егде жастағы ер адамның үйін тінту кезінде күтіп бапталған есірткіге ұқсас 2720 түп өсімдіктер тапты. Осылайша полицейлердің кәсіби шеберлігі мен қырағылығы арқасында көкнар егістігі жойылды. Сондай-ақ облыстың бас полицейі Мұрат Қабденов өңірде заңсыз жұмыс істеп жүрген шетелдіктерді, оның ішінде әлеуметтік желіде көтерілген дәрілік шөптерді қазумен айналысатындарды анықтау үшін жеке құрамға арнайы тапсырма берді. Нәтижесінде Түркістан облысында кеурек қазып, заңсыз жұмыс істеп жүрген 450-ден астам шетелдік анықталды. Өзге елден келген жұмысшыларға әкімшілік хаттама толтырылып, 100-ден астамы ел аумағынан аластатылды. Ұстаз болып жүргенде өзім тәрбиелеген жігіттерден шыққандар Қырғызалиев, Каттабеков, Абдраманов, Абжанов, Отыншиев, сондай азаматтар көптеген өсіп, өніп, үлкен деңгейге жеткен азаматтар бар. Соның ішінде осы Шымкентте тәрбиелеген өзіміздің бағанағы біздің Мұрат Қабденов, Дәлбеков Қайрат, генерал болып жатыр, генерал шенінде. Полицияның сервистік моделіне көшу бойынша облыс көлемінде жұмыстар атқарылып жатыр. Бұдан әрі қарай президенттің тапсырмасын, ішкі істер министрлігінің нұсқауларын бұлжытпай орындап, нақты нәтижені көрсету үшін жұмыстарды жандандыра береміз. Мақсатымыз қарқынды дамып келе жатқан рухани астанамыз Түркістанда қылмыс санын азайту және алдын алу. Сондықтан бірлесіп, әрбіріміз қылмыспен күресе білейік. Түркістан облысы полиция департаментінің бастығы, полиция генерал-майоры Мұрат Қабденов.
Түркістан облысы полиция департаментінің бастығы, полиция генерал-майоры Мұрат Қабденов осы лауазымға тағайындалған күннен бастап цифрлы Қазақстан полицияның сервистік модельге көшуі, естуші мемлекет, стационарлық полиция пункттері, жұртқа жақын полиция қағидаттары мен жобалар аясындағы жұмыстарға баса назар аударуда. Осы уақытта сан алуан игі шаралар, жүйелі жұмыстар мен нәтижелі іс-әрекеттер уақытпен жарыса жылжып жатыр. Мәселен, жұртқа жақын полиция қағидаты бойынша тұрғын үймен біріктірілген 14 учаскелік полиция пункттері салынып, сол әкімшілік аумақтың учаскелік инспекторлары отбасымен бірге тұруда. 12 стационарлық полиция бекеттері орнатылып, барлық стационарлық бекеттер бейне бақылау камералармен, қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Жұмыс атқаруға қолайлы. Туристік аймақ Түркістан қаласында полицияның көмегіне тез арада жүгіну үшін азаматтарға арналған 11 дана сос шақырту дабыл батырмасы орнатылып, қызмет атқаруда. Облыста бейнекамералар санының артуы, жедел басқару орталығының үзіліссіз жұмысы халықтың көз алдында дамып жатыр. Жалпы учаскелік полицейлерінің мәртебесі еленіп, тәртіп сақшыларының жағдайы жасалуда. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Марат Ахметжановтың тікелей тапсырмасымен жол бойында өрескел қателік жібергендерге тосқауыл қоятын арнайы жаңа бағдарлама іске қосылды. Яғни аталған қорғау қауіпті жүргізуші бағдарламасы Түркістан облысында да енгізіліп, бүгінде өз нәтижесін беруде. Қорғау қауіпті жүргізуші мобильді қосымшасында облыста орнатылған бейне бақылау камералары, Түркістан облысы полиция департаменті жедел басқару орталықтары мен мобильді қосымшаларының мүмкіндіктері біріктірілген. Яғни патрульдік полицияға жақын маңда жол ережесін бұзған немесе көлігіне жалған нөмірлер орнатқан заң бұзушыларды көрсетіліп отырады. Сондай-ақ айыппұлы төленбеген, сақтандыру техникалық байқаудан өтпеген немесе іздеуде жүрген автокөлік жүргізушісі жайлы хабар беріледі. Сондықтан Түркістан облысының полицейлері жұмысты одан әрі жандандырып, халық үшін үздіксіз қызмет ете бермек. Республика көлемінде адам санына шаққанда қылмысы ең аз облыс қатарындамыз. Кадр мәселесіне мән беріліп, мамандар қосымша біліктіліктерін арттыруда. Үкімет тарапынан штат санын ұлғайту қолға алынып, қызметкерлерге баспана берілуде. Иә, қасиетті өлкенің тәртіп сақшыларын биылғы жылы қуанышты жаңалық, жаңа қоныс күтіп тұр. 470 адамға лайықталған Түркістан облысы полиция департаментінің ғимараты заманауи үлгіде салынып, бой көтеруде. Мұнда полиция қызметкерлерінің тәуліктеп қызмет атқаруына жағдай жасалып, барлық талаптар қарастырылған.